Ассаламу алейкум, қымбатты достар. Кешірім сұраймын барлықтарыңыздан. Көңіл күйлеріңіздің барлығы жақсы деп ойлаймын. Так. Көңіл күйлеріңіз жақсы болу керек. Маятникке энергия беріп жатқан жоқсыздар деп ойлаймын. Олай болса, бисмилля, сабағымызды бастайық, иә? 338 адам болды. 500 адам болғанын күтейік. Как-никак бұл жерде 10 мың адам отыр ғой. Болмағанда 5% кірсе. Қайырлы кеш. 407 адам болады. Бекқызы Алуа. Ақтолқын, керемет. Жан Жұмағалиева, жақсы. 452 адам. Қайырлы кеш. Жақсы адамдар. 470 адам. 480 адам. Маржан Сәкенқызы 490 адам. 500 адам кеттік. Бисмилля. Мына жерде мен мына картинканы қойып қойдым. Жаңа мен бұны случайно тауып алдым да. Когда стихнут внутренние бури, дейді, стихнут и внешние, дейді. Достар, қыздар, жігіттер, мен үнемі айтам. Адам потокқа кіру үшін бірінші өзін тәрбиелеу керек. Ашуланған кезде сабырға шақырып тәрбиелеу керек. Ренжитін кезде ренішті плюске айландырып үйрену керек. Ренжитін сәтті благодарностьқа, шүкіршілікке ауыстырып жіберу керек. Бізге моментально фокус жасауды үйрену керек. Ашуланып тұрмыз ба? Өзімізді сабырға шақырып үйренуіміз керек. Бұл тек қана 28 күн марафонда емес, бұл бізге өмір бойы керек дүние. Достар, төмен вибрациядағы адам, энергиясы жоқ адам, ресурсы жоқ адам. Төмен вибрациядағы адам тек қана уайымды ойлайды. Төмен вибрациядағы адам өз-өзін никак тәрбиелей алмайды, контроль жасай алмайды. Төмен вибрациядағы адам дауысы қатты болғанмен, жан жаққа сондай ұрысқа бейім болғанмен, іштей өте қорқақ адам. Естеріңізде болсын. Төмен вибрациядағы адам өзімен қоса басқаларды да сол төмен вибрацияға тартушы адам. Түсіндіңіздер ма? Олар басқаларды тартқан кезде кәдімгі судың бір иірім болады, тартып кететін. Тура сол сияқты тартып кетеді. Сондықтан егер төмен вибрациядағы адам өзіңіз болсаңыз, өзіңіз тәрбиелеңіз. Егер сіздің қасыңызда төмен вибрациядағы адамдар болса, ол адамдардың сізді тартып кетпеуіне, өзімен бірге сүйреп кетуіне жол бермеңіздер. Енді қараңыздар. Төмен вибрациядағы адам дегеніміз, ол төмен балнада өмір сүретін адам. Төмен балнада түк жоқ. Төмен балнада проблема. Батпақ ол. Кәдімгі проблеманың батып кеткен жері, балшық, ұрыс керіс, лаң, өсек аяң, бір-біріне айдап салу. Анау анандай депті, мынау мынандай депті. Абысындарын бүйтіп атыр екен, мынау сөйтіп атыр екен. Егерде сіздің құрбыларыңызбен проблемаңыз көп болса, қайын жұрт абысындар бүйтіп атыр, мені қонаққа шақырмай жатыр. Осындай бір бытовой тұрмыс тіршіліктің айналасында проблемаңыз көп болса, сіз төмен вибрациядағы адамсыз. Төмен вибрацияда ризық, байлық жоқ. Ол жоғарғы вибрацияда, ол жоғарғы толқында, ол сапалы балнада. Енді сіз мынаған жету үшін, сіз мына жерде тұрып, никак жете алмайсыз оған. Мына балнада тұрып, мына балнадан көтерілмейінше, сіз никак бұған жете алмайсыз. Ал егер сіз ұрыс керісіңізді қоймасаңыз, өз-өзіңізді қолға ұстап үйретпесеңіз, сіз ол жерден никак шыға алмайсыз. Яғни, қараңыз, ашуланған адам, мысал үшін адам қатты қорққан кезде, қатты бір сондай бір ситуацияға түскен кезде қалай көтеріп жүргенін білмей қалдым, қалай жылжытып жүргенімді білмей қалдым деп атады. Адам қатты ашуланғанда бүкіл күшін іске қосады да айырылып қалады. Қатты ашуланған адам өте әлсіз болады. Өз-өзін ұстай алмайтын адамдар өте әлсіз болады. Сондықтан мына жерде мен айттым, когда стихнут внутренние бури, дейді, адамның ішіндегі арпалыс тынышталғанда, сыртындағы арпалыстарда тынышталады екен. Бұл не деген сөз, қазір достар, қараңыздар. Біз ойлаймыз, проблема сырттан келеді. Анау менің ақшамды алып, соны бермей жүр. Кредит алып едім, бермей жүр. Сырттан іздейміз. Банк проблема, ақша берген адамдар проблема, қайын жұрттың проблема, туысқандардың проблема, үй, сыртта
проблема жоқ. Егер сіздің айналаңызда проблема көп болса, сол проблемалардың тамырын ішіңізден іздеңіз. Ішіңізді успокойте. Егер сіздің ішкі жан дүниеңізде тыныштық болмаса, сыртыңызда аласапыран болып тұра береді екен. Осы орайда біз сабыр сақтауға байланысты өте көп техникалар айттым, мен өте көп сабақтар өткізіп келе жатырмын. Осы орайда әке шешеге байланысты қараңыз, адам өсу үшін бір минут. Адам өсу үшін адамға ресурс керек. Адам алға жүру үшін де оған күш қуат керек, денсаулық керек, машина жүру үшін бензин керек деген сияқты. Сол сияқты адамға өсу үшін ресурс керек. Адамға өсу үшін, алға жүру үшін энергия керек. Не үшін адамда біреулер диванда жата береді? Не үшін көптеген еркектер, мысалы үшін, жұмыс істемейді? Кімнің жұмыс істегісі келмейді? Шынында істегісі келмейді емес, келеді. Энергиялары жоқ. Еркекке ұнайды дейсіз ба? Менің күйеуім. Қай еркектің ақша шашып, былай әйеліне сыйлық әперіп, талтаңдап жүргісі келмейді? Любой еркектің жүргісі келеді. Онда неге жүрмейді? Ол жалқаулықтан жатыр. Жоқ, жалқаулықтан емес. Ол энергиясының жоқтығынан жатыр. Мотивацияның жоқтығынан жатыр. Өзінің мақсатының жоқтығынан жатыр. Егер сіз қазір жұмысыңыз жүрмей жатса, жата бергіңіз келсе, үш нәрсені біліңіз. Сізде энергия жоқ, мотивация жоқ, өзіңізде мақсат жоқ. Енді қараңыздар. Энергияны біз көп нәрседен аламыз. Мысалы үшін, жеген тамақ энергия береді. Тамақ жемесе өліп қаламыз ғой, біз өліп қаламыз. Ішкен судан энергия аламыз. Су дегеніміз бұл тірі клеткалар. Тірі клеткалар. Бұны көп ішкен сайын біз жеңіл сезінеміз. Мынау ішімізді таза су жуып жатады. Тап-таза су тұрған стакан қандай, немесе сорпа, айран, қашын араластырып қойып тұрған стакан қандай? Қайсысын ішесіз? Ананы жоламайсыз, Сол сияқты таза су деген бұл энергия. Таза су дегеніміз бұл күш қуат, бұл тазалық, чистота. Су дегеніміз тіпті байқасаңыздар, қатты ашуланған кездерде мына мұздай сумен бетіңізді жуып жіберіп, мен постоянно холодильникте өзімнің методикамды айтайын, холодильникте постоянно мұз ұстаймын. Мен қатты ашулансам, не қылсам, суға мұз салып, мұздай су ішемін. Мен тамағым ұстамайды. Сіздер менікін қайталаймын деп, тамақтарыңызды ұстап, ертең талып жатып, марафонға қатысып алып қалдым деп айқай-шу шығармаңыздар, мұздай су ішсеңіздер болады. Мұзбен бетіңізді сүртсеңіз болады. Мұзбен құлағыңыздың артын сүртсеңіз болады. Мұзбен мойныңыз, желкеңізді сүртсеңіз болады. Любой ашуыңыз сап тыйылады. Бірақ мына ашу дегеніміз өте космический жылдамдықпен эмоция жұмыс жасап кетеді. Біз ашуланған кезде аузымыздан, ана мұзға жете алмаған күйде аузымыздан автомат болып атқылап кетіп жатады неше түрлі сөздер. Яғни қыздар, жігіттер, ер азаматтар осы жердегі. Егер сіз жұмысыңыз жоқ болса, әйеліңіз ақша тауып жүрген болса, ешқандай да саспаңыз. Сіз бір нәрсені біліңіз. Кез келген ситуацияны өзгертуге болады. Егер сіздің әйеліңіз сізді мотивировать етпей ма, шабыттандырмайды да. Кейбір әйелдер ашының кеткен күйеуіне тисе береді. Олар еркекке тиіспейді ғой. Олар да ойлайды да, өйстіп ұрыссам, недовольный болып білдірсем ойымды, ол бір қимылдай ма деп ойлайды. Шындығында бұл недовольствие, анау ренжи беру, бәлездей беру, шұқылай беру дым результат әкелмейді. Байқасаңыздар, біз балаға мысалы құмар ойнайтынға ойнама айттың бала, соң баған тоқтат дейсіз, ол тоқтатпайды, керісінше ол асқынып үдетіп, бүгін 1000 теңгемен ойнайды етесінде 100 000, яғни асқынып кете береді. Вообще ұрыс керіспен қарым қатынас жасау әрқашан нольға алып келеді. Ұрыс керіспен біз адаммен тіл табыса алмай айқайлаған кезде түсінбейсің ғой, тоқтасаң тоқта, түсінбейміз біз. Ал енді біз сұрайық, сен не үшін осыны жасадың? Осылай болды ма? Мүмкін былай істеу керек шығар, мүмкін былай. Келісімге келіп үйренуіміз керек, Сол сияқты, егер сіздің әйеліңіз, енді ер азаматтарды көбінесе әйел шабыттандыратын, бұл төсек арқылы, әңгімесі арқылы, тамақ арқылы, баптау арқылы әйел адамдар шабыттандырады. Яғни, егер сіздің әйеліңіз шабыттандырмаса сізді, басқа шабыттан, анаңыздан шабыт алыңыз, отбасыңызда бауырларыма көмектесем деген сізде цель. Ер азаматта бір мақсат болмаса, ол қимылдамайды оңайлықпен. Бір мақсат керек. Әйелдер ғой, ақша табам, мақсат болмаса да ақша таба берем деп ойлайды. Не істейсің? Киінем, қыдырам деп тауып ала салады. Еркектерде четкий мақсат болмаса, олар ақша табуға қатты талпынбайды.
Сондықтан сіздерде, если ер азаматта мен ана бауырыма үй әперем, анаған машина әперем, шешемді қажылыққа жіберем деген четкий пландар болса еркектерде рост әрине тезірек болады. Енді қараңыздар, біз энергия байланыс деген нәрсені адамдардан аламыз, адаммен сөйлескен кезде жақсы болып қаламыз, көңіліміз көтеріліп қалады. Егер айналамызда ешқандай адам болмаса, мысал үшін қараңыз, қараңыздар, сіздерге күшті нәрсе айтайын. Сіз айналаңыз үшін мотивациясыз. Егер сіз жақсы табысқа жетіп келе жатқан адам болсаңыз, басқалар сіз сияқты болғысы келіп сізге қарап шабыт алады. Егер сіздің түгіңіз жоқ, ұрыс керісіп, үйде жатып, не берекет жоқ, не ақша жоқ, қарыз кредитке батып қалған адам болсаңыз, сіз онда да мотивациясыз. Елдер сізге үлгі алады, ана бәленбайға қарағанда күнім шүкір ғой дейді сізге қарап. Ал енді өзіңіз ойлаңыз, дәл қазір сіз айналаңызға қандай мотивация беріп жүрсіз? Шіркін-ай, осындай болсам ғой, мен де осының жасасам ғой деп жүрсіз ба? Жоқ, Құдай мынаны өмірінен сақтасын, ойбай, мына осы да адам болып жүр ғой. Ана біз шешелеріміз ұрысқанда айтатын еді ғой, ажырасам деген кезде. Ана бәленбайдың қызы, ана бәленбай анада оңбаған еркекпен де тұрып жатыр ғой деп айтатын еді ғой. Анаған қарашы, анаған қарасайшы деп қазақ бізді сөйтіп үйретеді, бәленнің баласына қарашы, түгеннің баласына қарашы деп. Сол кезде өзіңіз ойланыңыз, сіз айналаңызға қандай мотивация беріп жүрсіз? Осы жағын, мысал үшін, бізде енді қазір өзім ажырасқан адам болғандықтан ажырасу туралы ешкімге ештеңе айта алмаймын. Бірақ көп адамдарға мен ажыраспауға кеңес беремін, өйткені көп нәрсені өзгертуге болады. Енді өзгермейтін нәрсе болады, еркек наркоман болса, психологиялық тұрғыда ауытқушылық болатын болса, кемістігі болса, немесе жаңағы агрессор дейміз ғой, қазіргі таңда өте қауіпті болып тұр. Мына біздің қазіргі қымбатшылық, мына президенттің ауысып жатқаны, мемлекеттегі ауысулар, жаңағы кеше қаңтар оқиғасы, Украинадағы соғыс дегеннің барлығы көп адам самооценкасын құртып кетті, көп деген агрессорлардың травмасын ашып жеді. Көп қазір мысалы кеше осы айландырған 2 айдың өзінде мына оңтүстік Түркістан облысында 3 бірдей әйел күйеу өлтіріп қойған. Енді бұндай күйеулермен таяқ жеп ататын, немесе төбелесіп ататын ситуациялардың біздің марафондарға қатысы жоқ деп ойлаймын. Өйткені біз барынша сабыр етуге шақырамыз, барынша. Егер жаңағыдай үйіңізде агрессив пышақ ала жүгіретін болса, өте сақ болыңыздар, Ондай болса, жан-жағыңызбен ақылдасып, анаңызбен ақылдасып, не істеуге болады? Не ары болайық, не бері болайық. Ал енді басқа жағдайда диванда жатқан күйеуді тұрғызуға болады. Жұмыс істемейтін күйеуге тұрғызуға болады негізінде, еркектің плюстарын минусқа айландыруға болады. Енді жаңа айланбайтын жақтарын түсіндіріп айттым. Ол енді өте терең жұмыстар. Ол терең жұмысты жасауға бізде қазір көп адамда қаржылай да мүмкіндік жоқ. Былай физикалық тұрғыдан да мүмкіндіктер болмайды. Өйткені қазір психолог дегенде жетіспейді көп деген жерге. Сондықтан энергияны біз адамдардан да аламыз. Мысал үшін, особенно ер азаматтар энергияны адамдардан алады. Әйелдер шопингтан да алады, әйелдер тамақ ішсе де алады, әйелдер біреудің көйлегіне де қарап, киіміне қарап шабыттана береді негізінде. Ер азаматтар көбінесе әйелдерден алады. Қараңыздар, ата-анамен қарым-қатынасты үзу деген сөз. Қараңыз, маған келіп тұратын источник энергии бұл әкем мен шешем. Менің әкемнің бар екенім, мысленно ол постоянно менің қасымда, шешемнің бар екенін, мысленно ол менімен тұрмайтын шығар, бәлкім ол қайтыс болып кеткен шығар, не важно, мысленно. Ал если мен ол екеуінің біреуін қабылдамайтын болсам, мысалы үшін мен біреуін қабылдамаймын деген сөз, мынаны или мен мына жерден источник энергии я блокирую. Мен блокирую. Енді екі жақтан кеп тұратын энергия мені тез көтере ме? Бір ғана энергия кеп көтере ме? Или екі жақта да блок өзіме ғана сүйенем ба? Көп жағдайда, мысалы, проблемамды шеше алмаймын, Айнұр ханым, қатты қиналып жүрмін, ажырасқым келеді, бірақ ажыраса алмаймын, өлгім келеді, өле алмаймын, өмір сүргім келмейді. Яғни бұл не? Жалғыздықты сезіну, әлсіреу. Бұл қай кезде болады? Мына екі источникте де блокқа қойып тастаған кезде. Я никто, я одна. Мен жалғыз қалып кеттім. Осы жалғыздықтан қорқам, құлап қалатын сияқтымын, өліп қалатын сияқтымын. Осындай қорқыныштар бой бермесе, біз не істейміз? Бірінші кезекте әкеміз бен шешемізге жүгіреміз. Қалай, жақсы естіліп тұр ма? Көңіл күйлеріңіз қалай? Бір ауыз айтып қойыңыздар.
Керемет, Фариза Ерманова. Жақсы, Эльвира ханым. Күшті. Жақсы. Керемет. Максайдана, машалла, қалайсыз? Керемет. Так, дальше кеттік, я? Енді, достар, бүгін бізде ментрлықта сабақ болды. Жаңа ментрлықтың біраз адам осы жерде отырған болу керек. Бірінші бір нәрсені айтайық. Бір күнде адам өзгермейді. 28 күнде адам өзгеріп кетпейді. 28 күнде сіз бір ғана әдетті қалыптастырасыз. Бір жақсы әдеттің артында 10 жақсы әдет болады. Мысал үшін, бір ғана суық суды ішіп үйрендіңіз ба? Мысалы, суық су ішу деген салқын су, таза су. Ештеңке қосылмаған таза күніне 1,5 литр су ішу дегенді біз мүлде қазақтар особенно біз міндетті түрде шай ішеміз, сүт қосылған шай ішеміз, қант қосылған шай ішеміз. Біз бұны бір өмірге бір аса бір маңызды дүние деп санамаймыз. Су ішу дегенді былайша айтқанда мән бермейміз. Тамақсыз қалудан қорқамыз, бірақ таза сусыз қалудан еш қорықпаймыз. Қараңыздар. Сіз осы бір суды қалыптастырдыңыз ба? Сіз уже суды көбірек ішкен сайын автоматты түрде сізде жеңілдік пайда болады. Сізде жеңілдік пайда болған кезде сіз автоматты түрде дененің қимылдарын көбейтесіз. Уже сіз керіліп бастайсыз, немесе приседание жасап бастайсыз. Жоқ деген аптасына 2 рет болса да әйтеуір бір 10 мың шаг жүріп деген сияқты. Мынау қазіргі кезде өте көп пайдаланып жүр психологияда. Жалғыз көп 10 мың шаг жүру деп. Қазір бүкіл телефонда бар, бүкіл шагыңызды есептеп отырады. Кез келген адам телефонында бар. Болмаса балаларыңызға айтып таптырбасаңыздар болады. Барлық телефонда адамның қадамын есептеу бар. Шагпен жүріп, былай қарасаң, түкке тұрмайтын бір нәрсе сияқты. Біз шақпен жүргеннің өзіне қасымызға біреуді алып әңгіме айтып жүреміз. Шақпен жалғыз өзіңіздің жүруі өзіңіздің өміріңіз туралы ойлануыңызға мүмкіндік береді екен. Біріншіден спорт, екіншіден денсаулық, үшіншіден өзіңіздің ойыңызды қадағалау, төртіншіден инсайттарды сырттан емес өзіңізден іздеу. Өзіңізге үңілу уақыты деп алсақ болады екен. 10 мың шақ жүретін кісілер бар ма бізде? Көп па ондай? Ауыр ұйықтаймын, Айнұрхан, мазанда шаршап тұрамын. Кешкі жақын міндетті түрде салқын сумен жуыныңыз, одан кейін 12-ге дейін жатып қалуға тырысыңыз. 12-ге, вообще 11-ге дейін, в идеале 11-ге дейін. Мен өзім 11-ге дейін жатпайтын болғаннан кейін, 11-ге дейін жатпайтын болғасын сіздерге енді айтуыма ұялам, өзім істемейтін нәрсені сіздерге айтуға, өзім 12-ден кейін жатамын. Негізінде 11-ге дейін жатып қалған өте дұрыс болады. Ата-анаға хатты жазған кісілердің көпшілігі жыладық деп айтып жатыр. Бізде марафонның әлі 10-шы күніне біз енді келіп жатырмыз. Қараңыздар, ата-анаға хатты жазған кезде алғашқы, екінші, үшінші, төртінші, 5-інші, 6-шы күнге шейін жылайды, одан кейін уже жылау басылады. Керісінше көп адамдарда алғашқы 3-4 күн тыныш болады да, одан кейін жылау болып кетеді. Біреулерде аяғында болады. Мәселе онда емес. Мәселе ата-анаға деген мынаның түбіне жету. Мынаның басындағы претензия, реніштің барлығын жазу арқылы, былайша айтқанда жазу дегеніміз тегін психологиялық жұмыс қой. Тегін жұмыс арқылы түбіндегі махаббат мейірімді көтеру. Мына махаббат мейірімді көтергенде сізде қанат бітеді. Сіз энергияны сол кезде сезінесіз. Жаңағы ауыр ұйықтаймын дегеннің артында да осындай бір дүние болуы мүмкін. Мысалы үшін менің өзімде ата-ана әбден қабылдау енді көп жасадым ғой, менде әлі жасаймын, ата-ананы қабылдау техникаларын жасағанға дейін менде өмір бақи ұйқымен проблема болды. Ол туралы өте көп айтқан болатынмын. Мен түнімен ұйықтамайтынмын, кешке қарай ұйықтайтынмын. Мен таңғы сағат 8-де спокойно жата беретінмін. 8 түн мен кино көремін, шемішке шағам, отырам, әркіммен араласам деген сияқты. Моншаға, сондай жұмыстарымда адамдармен кездесіп жұмыстың бәрін түнге қойып қоятын да, күндіз ұйықтайтынмын. Осы проработкада сол нәрсенің бәрі проработка жасалынды да, режимдерім өзімен өзі орнына каким-то кешке қарай ұйқым таңғалатын, мен кешке қарай ұйықтау мен үшін мүмкін емес еді. Кешке қарай ұйқым келген кезде мен қатты қуандым. Это результат деп. Қағазға жазу жұмыстары бұл дайын психологиялық терапиялық жұмыс деп айтсақ болады. Мысалы үшін кешегі нені айттық қой, 15 минут бүкіл ойды фрирайтингті айттық қой, қандай ой бар, просто жаза береміз. Бұл мидағы мусорды төгудің бір ең бір оңай жолы. Үздіксіз тоқтамай жазу арқылы біз бір ойды ой қозғайды дейді ғой қазақтар. Бір ойды жазып жатқанда екінші ой келеді, екінші оймен үшінші ой келеді. Особенно
мысалы үшін енді айтып жатады, біреуге сен ренжісең, сен оған бүкіл ренішіңді жеткіз. Мен саған ренжідім, сенің мынауың дұрыс емес деп айт деп айтып жатады да. Мен өзімнің практикамда мен ешқандай ренішімді айтпаймын. Сен мынауың не, сен неге бұлай істейсің, есіңді жина, мен айтпаймын. Мен қағазға түсіремін, лақтырамын, жетіп суға тастай саламын, болды. Өзім практикамда сондай да. Бірақ со временем уақыт келе өз орнына келеді екен барлығына. Өз орнына жайлап кез келген нәрсе келе бастайды екен. Сондықтан егер өздеріңіз қараңыздар, егер сізге айтқыңыз келіп тұрса, айтпай аузыңды жауып тұр деп мен сіздердің ауыздарыңызды жаба алмаймын. Әрине шешім қабылдайтын өздеріңіз. Мен қалай айтқан күнде де сіз өз қалауыңызды жасайсыз. Бірақ бір нәрсені білем. Құдыққа түсіп кеткен адам, сіз арқан жібересіз, иә? Ол тартады, ол мықты болса сізді тартып кетеді, сіз мықты болсаңыз сіз оны шығарып аласыз. Ол сіздің өзіңіз тартып жіберуі мүмкін, иә? Арқанды ұстап сіздің батып кетуіңізге қауіп бар ма? Әрине бар. Ол тартып кетсе, арқаныңызбен бірге тартып кете алады. Сол сияқты ұрыс керіске шыққан адам сіздің көңіл күйіңізді түсіретін адам. Тіпті ол сізбен ұрыс керіспейді, просто ол жатады да шемішкесін шағып бүйтіп кілемге тастап жатыр. Ол уже сізге арқан лақтырып жатыр. Бер кел. Кез келген адам оған ашуланады, саналы адам, нормальный адам. Сен денің сау ма, не істеп жатсың деп айтады, любой адам айтады. Сосын ол шығады. Не болды, өлдің ба дейді, бір 5 шемішкенің қабығын алғанға дейді. Жоқ, өлген жоқ, мен шаршап бала шағам бағып бүйтіп жатқанда сен сөйтіп жатсың. Міндетсінетін болсаң істеме дейді. Міне айқай шу басталады. Сосын кетіп деген басталады. Сосын әйелін кетем деу басталады. Өстіп ара шыға береді. Кез келген көңіл күйіңізді түсіретін жағдай ол сізге арқан лақтырады. Есіңізде болсын. Сол арқанмен соған сіз тартып алады бері қарай. Сіз соған қарай барасыз ба, жоқ өзіңізге тартасыз ба? Оны өз таңдауыңызбен жасайсыз. Яғни қандай сізді көңіл күйіңізді түсіретін ситуация болса да, ойлаңыз, сізге арқан лақтырып тұр. Арқанды ұстайын ба, жібере салайын ба? Вообще жоламай қояйын ба? Это ваш выбор. И ни в коем случае мынандай өте көп кездеседі, күйеуім тиісіп жатады, жауап берейін десем қорқамын, үндемеймін, потому что қорқамын да. Уже ол жерде результат болмайды. Адамнан не үшін қорқасыз? Мысал үшін көп жағдайда әкелерінен қорыққан қыздар сол күйеуінен қатты қорқып тұрады. Үйінде ер азаматтың таяғын жеген қыздарда мысал үшін еркектен қорқу болады. Кішкентайынан уже қалыптасып кеткен. Керісінше көп еркектердің таяқ жеп әбден ештеңеден қорықпай беті ашылып кеткен де әйелдер болып жатады. Но қандай жағдай болса да есіңізде болсын. Сіздің күткен өміріңіз, сіз күткен байлық, сіз күткен бақыт төмен вибрацияда жоқ. Төмен вибрацияда ұрыс керіс бар, қарыз кредит бар, айқай шу бар, ажырасу, ауру сырқау бар. Сондықтан да біз мына вибрацияны тазалап, жоғары деңгейге өсуіміз керекпіз. Есіңізде болсын. Сіз өзгермей, айналаңыз өзгермейді. Өзіңіз өзгермей жатып, мен күйеуім өзгермей жатыр, енем өзгермей жатыр деуіміз бекершілік. Біз басқаларды өзгертумен айналыспаймыз. Әр адам өзін өзгертумен айналысу керек. Сізде өзгеріс басталған кезде, сіздің көзіңізде сенімділіктің оты ойнап бастаған кезде, басқалар сізге издеваться етпейді, басқалар сізге тиісе алмайды. Біз кімге тиісеміз? Біз жертваларға тиісеміз. Біз үйде 5 қыз тұрады. Неге 5 қыздың бәріне ұрыспаймыз, ішіне біреуіне? Кімге ұрысамыз? Ішінен тауып алып жертваны ұрысамыз. Сол сияқты еркек егер тиран болса, ол өзіне жертва болатын әйел іздейді. Бейсаналы түрде олай істемейді. Бейсаналы түрде жыланып, сол өміріне өкпесін айтып, өмірге не дау. Триггер деген нәрсе бар, иә. Менің травмам қандай, сол травмама сәйкес адам іздейді. Мысалы үшін мен күйеуім тастап кетеді деп қорқатын әйелдер көбінесе өзін тастап кететін қызға құмарлау еркектерге барып ұрынады да жүреді. Триггер да, триггер. Өзінің қорқынышын басқалардан іздеу арқылы бейсаналы түрде сөйтіп ұрынып қалып жататын ситуация көп болады. Яғни тағы да айналып келіп мен ата-ана тақырыбына жолағым келеді. Айналып келіп біз ата-ана тақырыбымен өте ұзақ жұмыс жасайтын болсақ, өте ұзақ. Ондан асықпаңыздар. Сіздерге 28 күн беріліп тұр. Істеп жатқан жұмыстарыңыз жоқ. Азаннан кешке шейін Айнұр Досымбаеваны тыңдай бергеннен түкті результат болмайды. Результат ана жазылған хаттан болады. Результат жасайтын тапсырмадан болады. Азаннан кешке шейін жаңа психосоматиканы тыңдап отырғаннан ауруыңыз жазылмайды. Айсана Жұмабектің айтқан тапсырмаларын орындағаннан ауру жазылады. Сондықтан бізді тыңдаған кезде мен болайын, басқа болсын, өз Паретто заңдылығын білесіздер, барлық сабақ ол 100% сізге результат әкелмейді. 20% результат, 80% тыңдау болады. Сол 100% сабақтың ішінде 20%-ын тыңдап болсаңыз, сізге сол толық жеткілікті. Көп адамдар болады, неге азақ сізді тыңдай бергіміз келеді. Олар информация қабылдауды білмейтін адамдар.
информация. Мысалы үшін мен Джонке ханның сабағына қатыстым, 480 мың теңгеге сатып алдым, иә. 6 апталық. Bir сабағы 8 минуттан болады. Bir күні 14 минуттық сабағы болды. Мен шок болдым. Не деген ұзақ мынау деп. Татау үйреніп қалғам да. 8 минуттан болады сабағы. Ал бізде сол айта берсе, ақшаны төледік қой, неге ол қысқа айтады, неге олар сөйлемейді, бүгін сабақ болмай ма деп ашуланып жатады. Бұл жаңағы төмен вибрациядағы адамдарда ашуланатын кезде айдалада 28 күнге келіп соқтығатын адамдар болады. Неге расписание жазбайсыңдар сендер вообще? Неге мынау Айсана деген бүйтіп жатыр деп өзімен өзі соқтығысып отырады да. Өйткені аузы мұрнынан шығып жатқан негатив, ол сабаққа да келгенде өзін ұстай алмайды, басқаға келгенде де өзін ұстай алмайды. Өзі ғажайып 28 күн марафонның негізгі мақсаты біздің негативті бәсеңдету, агрессияны төмендету, өз-өзімізді тәрбиелеп үйрену да. Керісінше марафонда отырып бүкіл масқымыз шешіліп қалатын жағдайлар да көп болып жатады. 20% инсайт, 20% инсайт. Бір 28 күнде сіздерге жеткілікті. Адам өте көп ақпараттарды тыңдай беретін болса, бірақ оның ешқайсысын жасамайтын болса, выгорание деген сонда болады, иә. Ондай болса не істейді? Сабақ тыңдауға да желаниясы, өзгеруге де желаниясы, жалпы өмірін өзгертуге деген желаниясы құрып кетеді. Бір нәрсені тағы да қайталап айтамын. Внимательно тыңдаңыздар. Терең дем алыңыздар. Менің сөзімді прям сізге айтылған установка деп қабылдаңыздар. Барлық нәрсені өзгертуге болады. Әрине, бұл өмір деген бір тек қана қуаныш той думаннан тұрмайды. Өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдай болады, авария да болуы мүмкін, ауру да болуы мүмкін. Бір нәрсені біліңіз, кез келген сізге келген сынаққа сабырмен қараймыз. Аллаға шүкір, мен көтере алатын болғасын Алла беріп тұр, яғни мен бұны көтерем. Яғни мен Алланың сүйікті құлымын. Алла тағала сынақ арқылы мені тазалап жатыр. Тазалап жатыр деген не деген сөз? Маған бір ризық берейін деп тұр. Маған бір жақсылық, үлкен бір қуаныш берейін деп тұр. Адам өзі үлкен ризықты көтере алмайтын болса, үлкен бір келетін сүйінші жаңалықты, ғажайып бір тосын жаңалық көтере алмайтын болса, Алла тағала оны бірінші сынайды әбден. Есінен талдырып, тәкаппарлығын сындырады, содан кейін барып береді, иә, лайық болған кезде береді. Сондықтан да қандай өміріңізде болып жатқан сынақ бар, бисмилля, альхамдулилля. Сабыр қыламыз, көтереміз. Адам шыдаған нәрсеге адам шыдайды. Смертельный өледі. Өзі кез келген проблема келгенде өмірі шешілмейтін сияқты болып көрінеді. Уақыт өтпейтін сияқты болып көрінеді. Сол проблемамен өмір бақи алысып, өлгенде соны өзімізбен алып кетеміз деп ойлаймыз. Мен сіздерге айтайын, бүкіл жағдай уақытша. Бұл өмірдің өзі уақытша. Мен Стамбулда отырмын. Уақытша. Жалпы жердің бетінде жүргенімнің өзі уақытша. Бәрі де уақытша. Менің қазір болып жатқан қызығым да уақытша, қуанышым да уақытша. Өмірімде болған барлық ситуацияны мен Алладан. Ал енді өмірімде болып жатқан қиын жағдайларды, ұрыс керістің барлығы өзімнің қателігімнен болып жатыр. Мен сол Алладан келген сынақпен өзімнің қателігімнен болған дүниелердің аражығын айыра білген кезде менің көп нәрсеге көзім ашылады, иә. Сондықтан мен сіздерге айтайын, кез келген ситуацияны өзгертуге болады. Мүмкін емес нәрсе жоқ. Шектеулер тек қана адамның миында. Бір адам мүмкін деп ойлайды, бір адам мүмкін емес деп ойлайды. Миында шектеу бар адамға бәрі қорқынышты, бәрі бұлыңғыр, болашағы бұлыңғыр болып тұр. Өткен өмірі ұнамайды, қазіргі шағы тіпті ұнамайды. Өткен өмірі ұнамайтын, қазіргі шағы ұнамайтын адамға болашағы өте қорқынышты болып тұрады. Ал енді миында шектеу жоқ адам қандай қиындық болса да ашық жарқын болып жүреді. Бар ғой айналамызда ондай адамдар. Не үшін ашық жарқын? Өйткені олар четко болашағында бәрі күшті болатынын біледі. Өйткені олар дәл қазіргі өмірлеріне дән риза. Дәл қазіргі өмірі риза болатын адам, өзінің өмірінің керемет екенін түсінген адам, әрине ол болашағынан қорықпайды. Қазіргі өмірім жақсы, Аллаға шүкір. Болашағым бұдан да жақсы болады. Ол өмір сүрген сайын, алға ұмтылған сайын жақсылықтар алдында күтіп тұрғанына өте сенімді болады. Сондықтан біз ол сенімді болу үшін тек қана жақсы нәрселерді көруді әдетке айналдыруымыз керек. Барлық нәрседен жақсылық іздеуіміз керек. Шындығында бәрі де жақсы. Тіпті мынау төбесінен сыресті ағып тұрған үйдің өзі оймақтай, жып-жылы. Тіпті мына шеті сынып қалған кесеңіздің өзі, альхамдулилля, баклажкадан ішіп отырған жоқсыз, посудаңыз әйтеуір бар ғой, бар. Сондықтан барлық нәрсеге шүкір айтып, қашан осы Аллаға деген шүкіршілік сіздің бүкіл тұла бойыңыздан жүрегіңізді жарып шығады, сол кезде сіздер осы болады. Ал мен шүкіршілік айтайын десем, неме айтам, шүкіршілік айтатын түгім жоқ деген адамға әрине мен де көмектесе алмаймын, ол өзіне өзі де көмектесе алмайды.
сіздерге берілетін ең бірінші тапсырма сол, барлық минустан плюс іздеу, барлық минусты плюске айландыру. Және бір нәрсені біліңіз, дәл қазіргі өміріңізді керемет деп санамайынша, сіздің болашағыңызда түк те керемет жоқ. Яғни дәл қазіргі күнге көңілім толу деген сөз, ол дәл қазіргі күніме шүкіршілікпен қараймын. Дәл қазіргі өмірім, альхамдулилля, Алла маған жақсы өмір берді. Болады өмірде проблема. Менде болмайды дейсіз бе? Конечно, болады. Анау ұнамайды, ананың сөзі ұнамайды. Мен соларға сөйлемей тілімді тістеп отырады. Жоқ, мен де сөйлеп қоямын. Ашуланатын кез болады, әртүрлі ситуациялар болады, Бірақ та бір нәрсені біліңіз. Егер ашулану нормально, ашулануды мен жаман нәрсе, ашуланып тоқтатыңдар деп айта алмаймын. Эмоция шығу керек адам бойынан, ол нормально. Бірақ енді қайта ашулана беру, это не нормально. Және де ашуланған сайын өзін ұстай алмай, контроль жасай алмай, айналадағы адамды қырып жою, это не нормально. Сондықтан қыздар, өзгермейтін нәрсе жоқ. Сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар, өзгермейтін нәрсе жоқ. Барлығы да өзгереді, мүмкін емес нәрсе жоқ. Шектеулер біздің тек қана миымызда. Бәрі айналып келіп әке-шешеге. Өкінішке орай солай. Өкінішке орай ма, жоқ әлде бұл к счастью солай ма, енді оны білмедім. Мынаны қараңыздар, әке-шеше деген тема тәкаппарлығы өте жоғары адамдарға ауыр тиеді бұл тема. Бірақ мен даже өзім бір психологтың қабылдауында болдым. Осыдан 2 жыл бұрын, сонда сол кісі айтты. Мен түсінбеймін, Айнұр, сен неге әке-шешеңді кешіресің деді. Ол кешірілмейтін нәрсе жасаған адамдарды кешіруге болмайды ғой деп те айтты да. Мен таңғалдым, өйткені ол өз әке-шешесін кешіре алмай жүр екен. И соответственно, өзі мықты психолог, көп нәрсені біледі. Соответственно, өмірінде проблемасы өте көп та. Бірақ ол менің психологым болып тұрғасы, мен оған ештеңе айта алмадым. Депрессиядамын. Не себеп болды депрессияға кіруге? Түніме ұйықтамай жүремін, ол неден қалай арыламын, бір нәрсе жетпей тұрады. Психологқа бару керек шығар онда. Мен әбден жыладым. Ақтауға техникасын жасасам, кеудемде бір жазамыз дальше. Қайтқан әке-шешемізде, менде өзгеріс барып сабаққа қатысқалы. Так, қайтқан әке-шешеңізге тура сол қайтып кетсе де, ол қайтыс болса да, қайтыс болған адам сіздің өміріңізден, көзіңізден кеткен, көңіліңізден кеткен жоқ қой, ол адамдар бар ғой. Әйтеуір сіз бір әке, бір шешеден туылғаныңыз анық қой. Олар болды ғой жер өмірде, болды. Олар болмаса сіз болмас едіңіз. Получается, әке-шешемді жоқ деп есептеуім, мен өзімді жоқ деп есептеуім. Меня нету. Жоқ. Өйткені менің түп тамырым жоқ. Менің фундаментім жоқ. Ата-ана деген, достар, это фундамент. Ата-ана деген тағы да қайталап айтамын. Қандай болсын ата-ана дегеніміз, бұл қазба байлықтар тұнып толған, толып тұрған керемет әлемнің есігі. Бұл әке мен шеше ашады. Бұлай ашады ғой есікті, екі қол, біреуін әкеміз, біреуін шешеміз ашады екен бізге. Соң қалай болған күнде де әкеміз бен шешемізді қабылдап, әкеміз бен шешемізге құрметпен қарап, бар болсын, жоқ болсын, бақсын, бақпасын, не обязательно. В любом случае біз өлген жоқпыз, тіріміз, жетілдік, өстік. Алланың қалауымен. И оларды ештеңеге кінәлап керек емес. Бесполезно ол. Сондықтан да қандай қиын жағдай болған болса да біз оларды кешіреміз, жақсы көреміз, махаббатымызбен, жан жүрегімізбен. Әке-шешелеріңіз тірі болса, қастарыңызда болса, қолынан қысыңыздар, құшақтаңыздар, балаларыңызды құшақтаңыздар. Балаларыңызға құшақтау арқылы сіз энергия бересіз. Ол энергияның қайнар көзі бұл әке мен шеше, тағы да қайталап айтамын. Сондықтан энергия беріңіздер, энергия алыңыздар, бір-біріңізбен энергия алмасыңыздар. Өзі мына психологияда бостан-бос айтып жүрген жоқ қой. Ата-ана баласын күніне 7-8 рет құшақтап тұру керек дейді. Біз 7-8 емес, аптасына бір рет құшақтаймыз ғой. Бас шын жаққа деп жолатқымыз келмейді. Ол энергия алмасу болады, жақындасу, бауыр басу деген нәрсе содан болады. Сосын жылайып жүреміз. Ой, балам оқуға кетіп келмей қойды, менің халімді сұраған да жоқ, қатын алып еді, мені ұмытып кетті деп жүреміз. Өйткені ол баланың бойында біздің энергиямыз сіңбеген ғой. Сіңбегеннен кейін ол не болып кетеді, ол уже бөтен болып тұрады.
Сондықтан тағы да қайталап айтам, барлық нәрсені өзгертуге болады. Егер мен ата-анамды ешқандай да кешіре алмаймын, мен оны тіпті маған хат жазған кісілер болды. Әке-шешемді никак кешіре алмаймын, көрмеген қорлығым жоқ солардың кесірінен, мен ақыретте әке-шешеммен есептесем дегенде сондай ауыр хаттар болып жатты. Енді ондай жағдайларда мен өкінішке орай өте әлсізбін, мен бір данышпан әулие емеспін, менің де минустарым бар. Әке-шешемді қабылдай алмаймын, басқа жолдар бар ма десеңіздер, басқа жолын өзім білмеймін. Сондықтан өзімнің білетін бірақ жолым бар. Бүкіл байлықтың, бақыттың төте жолы бұл Алланың разылығы, ата-ананың разылығы. Басқа техниканың түрін мен білмейді екенмін, Аллахқа жақындаған адам бәле жаладан аулақ жүреді. Аллахқа жақындағысы келген адам ұрыс керістен аулақ жүреді. Адамдарды ұрыстыру бұл шайтанның ісі. Яғни сізді қазір кез келген бір ситуация көңіліңіз түсіріп тұр, яғни сол кезде сізге шайтан айтады, айт дейді, айтып қал, ешкімді басыңа шығарма, анау айт, бетін тіліп айт, жанын шығарып айт. Шайтан біз тез азғырады, біз тез шайтанға қонып қаламыз. Шайтан біз тез азғырады өте, Ана өткенде мен айттым ғой, хадис бар екен. Егер сен садаққа салып бергің келсе біреуге дейді, ойланбай беріп жібер дейді. Өйткені сен шайтан азғырып жібереді дейді. Рас қой. Каспиімізді ашқанша шайтан азғырып тастайды, моментально фук етіп келіп қалады ғой, жалмаң етіп келіп қалады. Сондықтан да Аллаға жақындайтын адам, тағы да қайталап айтамын, бәле жаладан алыс жүреді, ұрыс керістен алыс жүреді. Аллаға жақындайтын адам ешқандай адамды сөкпейді, кінәламайды, өсектемейді, ешқандай адамды. Мынаны киім салақ екен, айтамыз енді, мен де айтамын, айтпай дейміз, айтамыз. Бірақ бұл Алланың ең жек көретін адамдардың жасайтын тірлігі, қымбатты қыздар. Біз Алладан шексіз ризық алғымыз келсе, шексіз байлық алғымыз келсе Алладан, Аллаға жағатын тірліктер жасауымыз керек. Кез келген ситуация болған кезде, бір нәрсені айтайын деп тұрғанда, бір нәрсені жасайын деп тұрғанда ойлаңыз, дәл осы тірлігім Аллаға жаға ма, жақпай ма, жоқ шайтанға жаға ма, жақпай ма, осыны ойланып қараңыздар. Біз үнемі бізді Алла қарап тұрғанын ойлайтын болсақ, біз мейлінше аз қателік жасауға тырысамыз. Мейлінше аз қателік жасаймыз, Сондықтан жалпы қазақ айтады, бақасыз көл болмайды, қатесіз адам болмайды дейді. Қателіктер болады өмірде, ұрыс керісте әртүрлі жағдайда болады, бірақ барлық болған ситуациядан біз сабақ алуымыз керек екен. Қымбатты достар, сіздерге бүгінгі тағы да сіздерге аффирмация айтып қояйын. Әке шеше менің қос қанатым, мен ата-анамның сүйікті қызымын, сүйікті ұлымын. Іштей айта беріңіз. Мен әке мен шешемнің сүйікті қызымын. Мен оларды шексіз жақсы көремін. Просто өзіңізге повторяйте, постоянно. Бір көңіліңіз түсіп жатыр ма, осы сөзді айта қойды. Мен әке шешемнің сүйікті перзентімін. Мен оларды шексіз сүйемін, оларға шексіз ризамын. Тағы да қайталап айтамын. Алла тағаланың разылығы ата-ананың разылығында. Бұл сіздерге бүгінгі күннің инсайты. Жазып жүрген хаттарымызды продолжайте. Қай кезде тоқтау керек, мен оны сіздерге тағы да айтатын боламын. Қымбатты марафоншылар, күн сайын телеграм каналға жіберіп жатқан аудионы тыңдап жүрсіздер деп ойлаймын. Мүмкіндігінше сіздерге мотивация беруге тырысып жүрмін. Мүмкіндігінше бір күн үзбей сол аудиоларды жіберіп тұрсам деп тырысып жүрмін, қат-қабат тіршілігіме қарамастан. Сондықтан егер ұнамай жатқан жерлер болса, сіздерден кешірім сұраймын. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға Алланың нұры жаусын. Депрессияда жүрген кісілер, депрессияда жүрдім екен деп сода жүре беретін болсаңыз, сізді ешкім шығармайды, есіңізде болсын. Депрессиядан шығу үшін не істеу керекпіз? Адамдармен араласу керекпіз. Депрессиядан шығу үшін депрессияны ұмыттыратын жерлерге бару керекпіз. Яғни депрессияда екенмін деп, сол депрессияға қамалып жатып, төсекке жатып, қасымызға шемішкен әкеп сериал қарап жатып, жайғасып тұрып депрессияға кірмей, сол депрессиядан шығудың амалдарын жасауымыз керек. Бір нәрсені біліңіз, сіз өзіңіз шықпасаңыз, сізді ешкім шығармайды. Сіздің өміріңізді өзіңіз өзгертпесеңіз, ешкім өзгертпейді. Сондықтан да біздің бәріміздің тағдырымыз Алла тағаланың қолында тұр екен. Сондықтан Алла тағалаға жағатын тіршілік жасаған кезде Алла тағала біздің өмірімізді әдемі қылып өзгертіп береді. Менің қолымда ұн тұр. Ол ұннан мен бауырсақ жасайын ба, ботқа жасайын ба, оны өзім білемін. Сол сияқты Аллах тағала маған берген тағдыр бар. Осы тағдырды мен керемет бақытты өмірге айландырам ба, жоқ бақытсыз сол өмірге айландырам ба? Бұл продукт, тағдырым менің продукт. Аллах берген маған өнім. Осы тағдырды берді. Қаншама сынақты берді. Әке-шешеммен сыналдым, байлықпен сыналдым, күйеумен сыналдым. Осы тағдырымды дальше өзің біл деді Айнұр.
тағы да сөйтіп ажырасып есің шығып жүресің ба, ебіл-дебілің шығып, жоқ әлде өзің қалаған өміріңе қол жеткізуге тырысасың ба, өзің ойлан деді. Менің қолымнан келген нәрсе сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Барлықтарыңызға қайырлы түн тілеймін. Жақсы ұйықтаңыздар, сәттілік.